Қайырлы кеш, құрметті достар. Бүгін мен сіздермен қысқы салаттың рецептімен бөліскелі отырмын. Өте керемет салат, осылай дайындасаңыздар болады. Ол үшін бізге керегі әрине укроп, петрушка, помидор, чеснок, пияз, қызыл бұрыш және көк бұрыш және огурцы айттым. Помидорлардың барлығын тураймыз. Үлкен қылып видеодағыдай помидордың барлығын турап болғаннан соң перецімізді тураймыз. Жіңішке қылып домалақтап. Үлкендеу етіп турағандарыңыз дұрыс болады. Өйткені стерилден өткен кезде 40 минуттың ішінде өте езіліп кетуі де мүмкін. Өте керемет салат болып табылады. Қысқыға витамині бәрі өз қалпында сақталады. Міне 3 көк перец, 3 қызыл перецті болгар бұрышын тураймыз осылай. Өздеріңіздің қалауыңыздай турасаңыздар да болады. Мен осылай домалақтап турадым. Қиярды осылай турадым. Өздеріңіз бұлай турамай, пышақпен турасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Салаттың түрі әдемі болу үшін мен бәрін домалақтап турадым. Пиязды да домалақтап турадым. Осы рецептпен жасауларыңызға мен кеңес беремін. Өте дәмді салат болады. Өз витаминдері, дәрумендері өз бойында сақталады. Осы рецепт ұнап жатса, әрине жасауларыңызға кеңес беремін. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар.
Мына жерде мен сіздерге бір қасық қантты салуды көрсетіп жатырмын, ұмытып кетпеңіздер. Енді осы 5 банка салатты мантоваркаға қойып 35-40 минут қайнатамыз. Стерилдейміз. Банканың бетіне қайнатылған крышканы жай ғана жауып қоямыз. Қалған соктарын жақсылап құямыз бетіне. Енді бір банкам бар, оны қазір саламын. Бұл жерде көрсетілмеген. 5 банка шықты. Бес банканың 4-еуі менің мантоваркама сиді. Қалған біреуін бөлек чайникке стерилизоваттадым. Міне осылай 35 минуттай қайнатып аламыз. Міне қайнатып алдық. Банкілерімізді әкеліп, жақсылап ыстықтай бетін жауамыз. Менде бұралатын крышкам болғандықтан жақсылап бұрадым. 2-еуін, 3-еуін, қалған 2-еуін, 1-еуін жестяной крышкамен жаптым. Енді 1-еуін сіздерге көрсету үшін 2 резинкалық мықты резиновый крышка болады. Соны ыстық суға қайнатып алып, сонымен жаптым. Қазір видеода көресіздер. Мен 3 түрлі крышкамен жаптым. Міне мынаны бұралатын крышкамен жаптым. 3-еуін. 1-еуі мынадай банка крышка жабатын құралмен жаптым. Тоже жақсы жабады өте. Енді 1-еуін мен әдейі 1-еуін тоже осылай жабайын деп ойлап, және кейбіреулеріңізде мынадай жабатын құрал болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да сіздерге әдейі көрсету үшін резиналық крышканы жақсылап қайнатып алып, міне двойной резина дейді, өте мықты. Соны қатты суға қайнатып алып, ыстық суға жауып қойдым. Өте жақсы, мықты ұстайды. Менің каналыма тіркеліп, әрине қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алтынай, назарларыңызға рахмет.